Достар, жаңа біз түскі ас ішуге келгенбіз. Түскі асқа сиырдың етінен жасалған сорпаға тапсырыс бергенмін. Сөйтсем, мына қараңыздар, мынандай қабырға шықты. Мынау бір әрі кетсе бір 2-3 жасар әрі қараның қабырғасы ғой, бірақ сынған екен, қараңыздар. Біз өзіміздің видеоларда, өзіміздің материалдарда үнемі айтамыз: малды ұрмаңыздар, малды соқпаңыздар, малды теппеңіздер. Біз қазақта да мал тебуге тыйым салады ғой. Жарайды, енді қабырға бітіп кетті да, бітіп кетті қабырға, бірақ біткен күннің өзінде де қараңыздар, мінекей мына жағына мән беріңіздер. Мына жағы қандай, ал мына жағы қандай. Яғни қабырғаның нәр беру, өмір сүру, бойында дәрумендерді жүргізу деңгейі әлдеқайда төмендеген. Содан кейін тағы да бір нәрсе, сіз мал бордақылайтын болсаңыз, мынау малдың қабырғасы сынса, ол ауыр сынады. Ауыр сынғаннан кейін оның тамақ жеуі төмендейді, ол күйе алмайды. Күйе алмағаннан кейін ол сіздің қалтаңыздан келіп ұрады. Сіздің бір ашуыңыз малға берген, ол сіздің өзіңіздің қалтаңыздан келіп ұрады. Сондықтан да малды ұрмаңыздар, соқпаңыздар, оған барынша мейіріммен, ұқыппен және де заманауи подходтармен қараңыздар. Сол кезде мінекей мынандай травмалардан аулақ боласыз. Малдың күй жинау деңгейі артады да сізге табысты көбірек әкеледі. Мына видеоны малды сабайтын таныстарыңызға жіберіп қойыңыздар, мінекей мынандай қылмасын.